Biz түрлі қасиетке ие адамдардың пейішке баратынына кепілдік беремін. Мұраларын бөліскен кезде бір-біріне қиянат жасап, зұлымдыққа бармайтындар, өзгелерді де өзіндей көріп, ынсап қылатындар, дұшпанға қарсы соғыста құрбан болғандар, олжа бөліскенде қиянат жасамағандар, залымдардан қорлық көріп, қанаушылардың ақысын өндіріп бергендер. Ата тегіңді, туыс-туғандарыңды жақсы танып біл, өйткені өзара қатынас жасауың үшін қажет болады. Егер қарым-қатынасың үзілсе, жақын туғаныңның да ешқандай пайдасы тимейді. Жырақ тұрғаныңмен бір-біріңмен тату қарым-қатынаста болсаң, алыстықтың зияны жоқ. Жерді атына қарап, адамды досына қарап тануға болады. Кездескенде кім бұрын сәлем берсе, Аллаға сол адам бойын сұнғыш. Адамдардың ішінде әйелге қарағанда әділірегі оның ері, ерлерге қарағанда әділірегі оның анасы. Жақсылықты қабағы ашық, жүзі жарқын адамдардан күтіңдер. Ұйықтаудан бұрын қақпаларды бекітіп, су және азық-түлік ыдыстарының бәйетін жауып, содан соң шамды сөндіру керек. Жабатын нәрсе табылмаса, ыдыстардың үстіне бір тал таза шөп тастаңдар. Кәсіптің ең жақсысы әркімнің өз қолымен істелінген ісі және адал сауда. Тіпті Қытайдан болса да білім алуға ұмтыл, өйткені білім алуға әрекеттену әрбір діндардың парызы. Әйелдің берекелісі шығынға жұмсайтын қаржыны азырақ талап ететіні. Барына шүкіршілік ететін адамдар Аллаға да шүкіршілік жасайды. Бұл дүниеде адамдарды қатты азаптайтындар Алла қияметте аямай жазалайды. Өзгеге кең пейілді болсаң, олар да саған кең пейілмен қарайды. Барлық істе турашыл болып, адамдармен сыпайы қатынас жасаңдар. Адамдарға жақсылық жасау, туған туыстарыңмен жақын байланыс жасап, хал ахуал сұрасып тұру, сауабы тиетін қайырлы істер. Залымдық және туыс-туысқандарыңмен қол үзіп кету, жазасы тез білінетін істер. Өлмей тұрып, даярлығыңды тексеріп қой. Адамдардың төрт түрін Алла Тағала жек көреді: ант ішкіш саудагерді, тәкаппар кембағалды, зинақор кәріні және залым патшаны. Дүниеден өтіп кеткендердің тек жақсы жақтарын ғана еске алыңдар, жаман жақтарына келгенде тілге тыйым салыңдар. Кімде-кім өзінен байырақ немесе ақылдырақ адамды көріп қалса, дереу өзінен кедейірек әрі ақылсыздау адамдардың бар екенін есіне алсын. Егер үш кісі болсаң, екеуің үшінші адамға естіртпей сыбырласпаңдар, өйткені бұл қылық оның ренішін оятады. Патшалардың жақсысы, байлардың қайырымды, жұмыскерлердің ынтымақты, бірлікшіл болса, сендер үшін жердің астынан үсті абзал. Егер керісінше болса, жердің үстінен асты абзал. Қайсыңды болмасын, ашу қыса бастаса, сабыр сақтауларың керек. Адамға ашу түргеп тұрған кезде келсе, дереу отыра қалсын. Егер ашуы сонда да басылмаса, жатып алсын. Менен аңыз болып тараған бірер хадисті естігендерінде ділдеріңе жақын, денелеріңе әсер ететін және ақылдарыңа сыйымды болса, демек ол менің айтқан сөзім.
Ал естіген хадистерің бұған керісінше болса, демек ол менің айтқан сөзім емес. Көршілерің сені жақсы адам дейтін болса, жақсысың. Егер олар жаман дейтін болса, демек жамансың. Бірер кісіден адамдар бұзылып кетті деген сөзді естісең, біліп қой, сол адамның өзі бұзылған. Құрметті көрермен, қазақ тілді арнаны қолдай отырыңыз. Лайк басып, коммент қалдырып, достарыңмен бөлісе кетіңіздер. Қарағандарыңызға көп рахмет.